Қайырлы күн баршаңызға достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге езілмейтін, жыртылмайтын, қазіргі таңда хит болып жатқан ақылы мастер-класстардағы жайма қамырдың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Бұл қамырды дәл осы бүтін күйінде мұздатқышқа сақтауға болады, және ол қамырды кез келген манты, пельмен, нан салма, кез келген тағамға қолдана аласыздар. Ең әуелі ыдысымызға бөлме температурасындағы суды құямыз. Және де 2 дана жұмыртқамен, өйткені мен бұл жерде 2 жайма шығатындай қамыр келіп жатырмын. Тұзымызды саламыз, және де шанышқының көмегімен тұзы, жұмыртқасы толықтай араласып болғанша жақсылап араластырып жіберіңіздер. Оның үстінен 3 ас қасық сұйық майды құйып, тағы да бір араластырып жібереміз. Және де алдын ала ұн илегішпен ұнымды өткізіп алдым. Дайын ұнымыздың жартысын салып, бірінші шанышқымен жақсылап араластырып аламыз. Содан соң қалған ұндарды салып, қолымызбен қамыр илейтін боламыз. Қамыр илеген кезде біздің қамырымыз кішкене қаттылау болады. Біздің қамырымыз қатты, кішкене бірікпейді, сол себепті қолымызбен жақсылап жұмыс жасаймыз. Мына шет-шетіндегі ұндардың барлығын алып тұрып, қайта-қайта жақсылап илесеңіздер, бір тегіс әдемі қамыр болады. Міне барынша көп илеуге тырысасыздар, өйткені мынандай ұнның түйіршіктері болады. Оған мән бермеңіздер, ол қайта-қайта илеп, июін қандырсаңыздар, ол түйіршіктері кететін болады. Міне қамырымызды жақсылап илеп, және де үстелдің үстіне қойып, тағы да қолымызбен жақсылап илеп жібереміз. Қамырдың әдемі болуы осы қамырдың июі қанғанына байланысты. Сол себепті осылай жақсылап илеп, оны пакетке салып 15 минутқа қалдырып қойдым. 10-15 минут шамасында қалдырсаңыздар болады. Уақыт өткен соң тағы да қолыммен алып, жұмыс жасап, тағы да июін қандырып, пакетке салып қоясыздар. Екінші рет тағы да 10-15 минутқа қалдырып қойдым. Енді осы уақыт өткеннен кейін қараңыздар, қамырымыз бір тегіс әдемі болды. Дәл осы қамырды өлшеймін. Менде 900 граммнан асты. Екеуі тең болу үшін екеуін таразымен өлшеп жасап жатырмын. Көз мөлшермен өлшесеңіздер де болады. Шамамен 480 граммдай болды менде. Екі қамырды да бірдей етіп, тағы да қолымызбен жақсылап, қамырымызды доп-домалақ етіп илейтін боламыз. Күлшелерді жасап, тағы да пакетке салып қоямыз 10-15 минутқа. Шамамен қамыр илеп болғаннан кейін әр 15-10 минут сайын осылай июін қандырып тұрып илесеңіздер, июі қанған қамырымыз жаюға да оңай болады, әрі өте теп-тегіс жылтыр болады. Екеуін теңдей бөлшекке бөліп, қараңыз, осындай шамамен осындай консистенция болады. Енді осын пакетке салып, тағы да 10-15 минутқа қалдырып қойдым. Енді біздің тұнып тұрған қамырымызды жаюға кірісеміз. 15 минут тұрғаннан кейін қамырымыз тез жайылады. Кішкене ұн сеуіп жіберіп, ең бірінші қолымыздың көмегімен басып аламыз. Сонда біздің қамырымыз дөп-дөңгелек болып шығатын болады. Ең әуелі осылай қолмен жұмыс жасап аламын. Және де оқтаудың көмегімен жақсылап басып жібересіздер. Қамыр жайған кезде мен үнемі қамырдың шетін басып аламын да, барлық шетін, 4 шетін басып алдым. Енді қамыр жайған кезде мүлдем мен қамырдың үстін қолыммен баспаймын. Сонда сіздердің қамырларыңыз шеті қалың, ортасы жұқа болып қалмайды. Ең басында байқасаңыздар, бірінші шетін жақсылап басып аламын да, орап тұрып қолымның екі шетімен, оқтаудың екі шетін дәл осылай баса отырып жаямын. Сонда біздің қамырымыз теп-тегіс өте әдемі болып шығады. Арасында ұн сеуе отырып, осылай қамырымызды жаюға кірісеміз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, қолдау ретінде міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар, және де әр видеом шыққан кезде лайк басып, төменге пікір қалдырып кетіңіздер. Менің каналымның дамуына үлес қоссаңыздар екен. Дәл осылай қамырдың тағы да бір шетін баса отырып, осылай орташа етіп жайып шығатын боламыз. Тым жұқа немесе тым қалың болмайды. Дәл видеодағыдай етіп толығымен жайып аламыз. Міне бізде бір келкі өте әдемі қамыр дайын болды. Қараңыздар, жыртылмайтын, езілмейтін өте күшті қамырлардың бірі. Бұл қамырды енді біз пакетке салып сақтауды көрсетпекшімін сіздерге. Бірінші бетіне жұқа етіп ұнымызды сеуіп аламыз да,
оқтауға орап шетке аламыз. Және де бізге үлкен пакет қажет болады. Бұндай метровый пакеттерді алсаңыздар болады, пленка, немесе осындай киімге арналған чехол алсаңыздар болады. Киімге арналған пакетті алып, бас жағын кестім, және де бір жағын кессеңіздер, сіздерде үлкен көлемдегі пакет болып шығады. Міне осы пакетімізді жайып аламыз да, үстінен жаңа жайған қамырымызды төсеп шығамыз. Және де дәл видеодағыдай ең бірінші екі шетін осылай қайтарып аламыз. Видеоға мән берсеңіздер, тағы да дәл осылай орап шығатын боламыз. Міне ортасына қарай алып барып, екі шетін дәл үстіп ораймыз. Және де екі шетін дұрыстап жібереміз де, арасындағы ауалардың бәрін шығарып жібереміз. Дәл видеодағыдай ең бірінші шетін орап, дәл осылай орап шығатын боламыз. Қазір таңда көптеген қыз-келіншектер тапсырысқа жасап, осы жайма қамырды қатырып сатып жатыр. Сіздерде дәл осылай табыс тапсаңыздар болады. Енді қамырымызды төрт бұрышты етіп, оны теп-тегіс жерге тоңазытқышқа қойып қатыруымыз керек. Сонда біздің қамырымыз теп-тегіс біркелкі болады. Және де қамырды салудан алдын 1 сағат бұрын шығарып жасай бересіздер. Міне мен екінші қамырымды кесіп сіздерге көрсетіп жатырмын. Бірден тамақ жасадым. Міне қараңыздар, езілмейтін дана-дана болып шығатын қамырымыз осындай болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер қыздар. Сіздерге 100% ұнайтынына сенімдімін. Бұл қамырмен манты, пельмен, немесе нан салма, басқа жерлерде аймаш деп аталады, сол тағамның барлығын жасасаңыздар да болады. Егер түсінбеген жерлеріңіз болса, төменге жазып сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Сіздерге жауап жазатын боламын. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған ләззат.